Сәлематсыздар ма? Құрметті көпшілік, құрметті Қазақстан азаматтары. Неше күн ойланып жүріп бүгін сіздермен жүздесуді жөн деп санадым. Себебі айтқым келіп бара жатқан нәрсе бар. Мен мысалы зейнетке шықтым 6 ай бұрын. Жинақтаушы қордағы 42 жыл еңбек стажбен шықтым ғой. Енді 98 жылдан бері жиналғаны не бәрі 7 миллион етін. 7 миллионын 3-ке бөліп тастаған ғой. Емделуге, үй алуға, тіс жөндеуге деген бөлігі 2 миллионнан сәл асты. Мен соны алдым. Неге алмасқа? Менен кейінгі зейнетке шыққан кісілер, мысалы әріптестерім ала алмай қалды. Бұғаттап тастады ма, запрет қойып тастады ма? Соны аройлап, бөрелеп, неге олай жасайды біздің үкімет? Неше жыл жұмыс істеп, маңдай терімізбен тапқан айлықтан ұстап отырған процент мүше жаңағы жарна дейма не еді? Белгілі бір 10%-ын ұстап отыратын. Енді көбейіп келе жататын. Профсоюзға төлейтінбіз, налогқа төлейтінбіз, жаңағы страховкаға төлейтінбіз, и пенсионный отчисление төлейтінбіз. Там-тұмдап, 40 жылдағы істегендегі жинаған көрген баққаным 7 миллион. Көріп атырмыз, естіп атырмыз. 7 миллиардтап тонап алып кетіп атқандар бар ғой. Үндемей, жан-жақтан тонап алып, есебін тауып екі асап атқандары көп қой. Қарапайым пенсияға шыққандардың ақшасын неге бермейсіздер? Неге қайта-қайта оны 1 жылда, 2 жылға, жарты жылға жауып тастайсыздар? Сондағы тіс жөндетуге деп алған 2-3 миллионды неге қызғанасыздар? Қалталарыңыздан төлеп жатырсыздар ма? Басқа шетелге неғмай-ақ қояйын, олармен салыстырмай-ақ қояйын. Қырғызстаннан жағдайымыз жақсы, Өзбекстаннан жағдайымыз жақсы, бай елміз, сұмдық бай халықпыз, жеріміз бай деп айта береміз. Халықтың құлағын мезі қылып жібердіңіздер ғой уже. Шыны керек. Тісем дей ма? Ипотека жаба ма? Кредитін жаба ма? Бала шағасына көмектесе ма? Өздері біледі ғой, қарапайым халық. Соншалықты бір Қытай сияқты миллиардтағанда халық емес, біз 20 миллионның ар жақ бер жағымыз. Менің есімде осыдан 10-15 жыл бұрын жинақтаушы қорды жаңадан жинап мәз болып жүргенімізде алып қашып кеткен директоры Әзербайжанға ма, Грузияға ма? Одан кейін тағы да біреусі Сүлейменов па, Исмаилов па, есімде жоқ. С-дан келеді фамилиясы. Өтірік десе өтірік деңіздер. Рас қой, сол кезде бәленбай миллиардтаған ақшаны алып кетті. Қайтардыңыздар ма? Ұстадыңыздар ма? Соттадыңыздар ма? Енді кеп қарапайым неше жыл жұмыс істеп зейнетке шығып едік. Ойбай ұрлап атыр. Өтірік тіс жөндеп атыр. Енді алудың амалын жасауымыз керек қой, потому что не ол 2-3 миллион деген бізге. Аз да болса бала шағаға көмектескіміз келеді. Қарызымызды жапқызымыз келеді. Ол қарызды не үшін алдық? Айлығымыз жетпегеннен кейін алдық. 40 жыл істегендегі стажым, айлығым 200 мыңнан сәл асатын. Бізде бір бастықтың замы бар. Болған, менен зейнеттемін ғой. 40 жыл, 30 жыл істедімді міндеттемеңдерші бізге, міндетсінбеңдерші дейтін. Сонда айтуымызға болмайды екен, 40 жыл істедік деп. Сол есіме түсіп кетті да. Рас қой, енді бір адамның ғұмыры 40 жыл деген. былтыр 25 жылға шейін жауып тастады. Енді 5-6 айдан кейін 26 жылға шейін тағы жауып тастады. Оданша қорда ақша жоқ, түгіміз жоқ, төлейтін демейсіздер ма? Базовый бірдеңе, накопительный бірдеңе,
өзіміз жинамасақ совсем түксіз қалады екенбіз ғой, пенсиясыз. Сондай болып тұр ғой. Неше күн болды жыным ұстап ойланып жүрмін. Неге олай жасайды біздің үкімет? Әділетсіз Қазақстан деп айтпайын десең, қалай әділет болады мынау? Не мынау? Бермейсіңдер ма? Осыдан 7-8 жыл бұрын қанша жиналды, соны беруді бастаған. Менің қасымдағы сол кезде шыққан апайларымыз, әпкелеріміз бөліп әйтеуір алып еді. Тағы да қордың бәрі бітіп қалды ма, қайтадан жауып тастады. Зейнет жасын көтергені аздай. Оңайлықпен шықпайды пенсияға. 60-тан аса шықтық па? 60 жыл бойы жиналған аурулар шетінен шығып жатыр. Бала шағамызға көмектескіміз келеді. Неге бермейсіздер? Неге оны жауып тастай бересіздер? Айтпайын десең, Құдай іште сайрап тұр, Құдай тілді байлап тұр деп қашанғы қорқа береміз? Ой, әділетсіз Қазақстанда өмір сүріп жатырмыз деп бір рет шығып ем, бір қайын-сіңлім айтты, сіз неге өйтіп шығасыз? Қорқпайсыз ба? Балаларыңызға зиян тимей ма? Зиян тиетіндей әкең деп атқан жоқпын, шешең деп атқан жоқпын, президентіміз керемет. Бірақ еліміз кедей. Айналдырған 2-3 миллионды бере алмай отырсыздар. Менің атымда үй жоқ, баламның атындағы үйде тұрып жатырмын. Несін жасырам? Квартира алайын десем, сіз пенсиядасыз, болмайды. Гарант табыңыз. Кім гарант болады маған? Телевизор онша көрмеушім, немерелерімнен артылмайды, мультфильмдерінен. Алтын жас деген бір бағдарлама бар екен. Енді соны қолға алайын деп отырмын, ол жерде не айтады екен? Екінші жұмыс іздейін десем, сіз пенсиядасыз дейді. Бірдеңені шұқылап, бірдеңені тоқып, не болмайды ашүйде? Бір зейнеткерлердің жағдайы жақсы деп айта алмаймын Қазақстанда. Бала шағасы көмектесе құба-құп, өте керемет. Мен ұялам бала шағадан сұрағанға. Олардың өзінің әрқайсысының отбасы бар, әрқайсысының бала шағасы бар. Енді жаңағындай нәрсені неге бермейсіздер? Менің барлық айтатын жан айқайым осы. Көпті емес кейбіреулердікі, бірақ соны күтіп, бірдеңені жоспарлап отырған әйелдер, үлкен кісілер біз қатарлы ғой енді. Жаным ашып кетті менің өзімнің класстастарымның ішінде де шығып жатқандар аламай, сондай бір үміт артып отырған жерден үміттерін үзіп тастадыңыздар. Сол айтайын дегенім. Кейде бір ішің қайнаған кезде сіздермен бөлісетін әдетім бар. Айып етпеңіздер, дұрыс қабылдаңыздар. Естиміз енді. Үкімет пен партияға неше жыл жұмыс істеп болдық. Сау саламатта болыңыздар.